күн достар. Сатпаев университетінің әлеуметтік парақшасының ғалымдар сөйлесін блогының бүгінгі қонағы тарих ғылымдарының кандидаты профессор Досалы Салқынбек ағамыз. Досалы аға, қош келдіңіз. Әңгімемізді бастасақ, 31 мамыр аштық және саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Халқымызда айтады, оны өлі риза болмай, тірі байымай. Осы айтулы күні республика халқы қаншалықты деңгейде атап өтіп жүр? Көтеріп отырған мәселенің ақпаралы өте орында. Мен енді тарихшы ретінде әлем халықтарының тарихын бәрін білемін ғой. Мынау бейбіт заманда, соғысты айтпай-ақ қояйық, бейбіт заманда халқының жартысына жуығы қырылуы деген біздің халықтан басқа халықта болған емес. Сол кезеңнің зардабын әлі күнге дейін біз тартып келе жатырмыз. Оны біз ашық түрде айтуға тиістіміз. Тарихты еш уақытта өткен, кеткен деп қарауға болмайды. Кешенгі біздің тарихымыз бүгінгі күнімізбен тікелей байланысты. Ол неге байланысты? Мына 30 жылдар мысалы айтып отырмын ғой, жаңа халықтың жартысына жуығы, айталық 2.300.000 деп айтайықшы. Сол кезде 49% екен. Ал енді 3 миллион деп айтатындар бар, 3,5 миллион деп айтатындар бар, оны анықтауды қажет еді, бірақ 2.300.000-ның өзі де аз емес. Бұл бүгінгі күнгі біздің тәуелсіз еліміздегі демографияға өте өзінің несін қатты тигізіп отыр. Сонымен қатар, мен енді осымен қоса айтар едім, мына қазіргі күнде біздің халқымыздың бойында кейбір өте бір келеңсіз жағдайлар орын алып жатыр. Оның да астарын медициналық тұрғыдан зерттеп қарасақ, сонау 30-шы жылдардағы аштыққа барып тіреледі. Өйткені аштық сол кезде халықтың көрген қасіретті тартқан зардабы адамның бойына қанымен кіріп кетеді. Ол қалады, оның ұрпағына да жалғасып сөйтіп қалады. Сондықтан осындай бір кейбір келеңсіз қылықтар халқымыздың бойынан қазір орын алып жатыр. Әйтпесе кешегі ертүріктің баласы, кең жазираны қорған қазақтың несінде ондай жағымсыз әрекеттер бүгінгі таңда болуға тиіс емес еді. Өкінішке орай орын алып жатыр, және демографиялық мәселесінде айтып кетуіміз керек. Өйткені біздің қазіргі таңдағы сыртқы саясаттағы Ресеймен қарым-қатынасымызда, шығысымызда Қытаймен қарым-қатынасымыздағы да үлкен мәселелерде экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан ұтылып атуымыздың себебінің астарында да бұл демографиялық мәселе тұр. Сондықтан бұны біз ұмытпауымыз керек. Ал енді осы күнді республика халқы қаншалықты атап өтіп жатыр өз деңгейінде дегенде, әрине тарихшы маман ретінде менің көңілімнен шықпайтынын мен айтуға тиістімін. Жыл сайын енді осындай жоғары оқу орындарында, орта мектептерде осы мәселені жаңағы атап өтіледі, ұрпақтары бар, бастарына бар, гүл қойып, шоқтарын қойып жатап, бұқаралық ақпарат құралдары бір кейбір құжатты фильмдерді көрсетеді. Осымен шаруамыз бітті деген сияқты. Ал негізі олай болуға тиіс емес. Бүгінгі күні жасырын емес. Мынау үлкен аудиторияда 100 студент отырса, содан ашаршылық және саяси қуғын сүргін құрбандары қай күн еді деп сұрасаңыз, көпшілігі ойланып барып, содан кейін барып жауап бере бастайды. Яғни біздің студенттердің өзі ол күннің қай күн екендігін білмейді деген сөз. Сондықтан республика халқы бұл күнді әлі күнге дейін дұрыс деңгейде сезіне алмай жатыр. Сондықтан біз тарихшы ғалымдарымыз бар, демографтарымыз бар, жыл сайын қаншама ұсыныстар айтып келе жатырмыз. Қандай ұсыныстар? Бұны бүкіл республика халқы сезіну керек. Мысалы, мен бірнеше рет айттым, телевизияда айттым, бұқаралық ақпарат құралдарында да айттым. Бүкіл республикада сол күні біздің туымыз, мемлекеттік ту түсіріліп, қаралы күні ретінде атап өтілу керек. Бүкіл республика халқы 1 минуттық үнсіздікпен оны еске алу керек. Сол 1 минуттың ішінде республикадағы бүкіл музыкалық хабарлар болсын, жүріп келе жатқан көлік болсын, жаңа троллейбус болсын, басқа да тоқтап, республика халқы соны тағзым ету керек 1 минутпен. Және басқа да хабарлар бар. Сосын мынау республикамызда Бейбіт Қойшыбаев деген үлкен ғалым бар, жазушы, тарихи ағарту әділет қоғамының төрағасының орынбасары. Сол кісі жыл сайын бірнеше ұсыныс айтты. Сонда айтады, ол кісі айтады. Мынау дейді, Израиль мемлекетінің, Армян мемлекетінің тәжірибесін алып, үлкен қалаларда
осы жаңағы ашаршылық және саяси қуғын құрбандарына қарсы, соларды еске алуға, тағзым жасауға қарсы үлкен кешен ашылу керек. Сол кешеннің ана басынан кіріп, мына басынан шыққан кезде бүкіл оның тауқыметін, қасіретін кірген адам сезініп шығу керек. Сондай кешенді әлі күнге дейін біз салдырамай жатырмыз. Ана басынан кірген кезде, кіріп, мына басынан шыққан кезде азап ойыңызды қаза қылатын сондай кешендер ашылу керек, және соны бүкіл республика халқы барып көру керек. Сондай жұмыстардың нәтижесінде оның қайғы қасіретін басқалар сезе бастайды. Енді бүгінгі таңда мына қуғын сүргін репрессия және аштық құрбандары туралы әңгіме қозғалғанда сатқындық туралы орын алады да, қазақ зиялыларының бірін-бірі ұстап бергені көз қарақты оқырман біледі. Енді жалпы осы сатқындық жайлы тарихқа қаншалықты қажет? Ұлт зиялыларына деген жастарға дұрыс емес тәрбие қалыптастырмаймыз ба? Ақмарал, өте дұрыс мәселені қозғап отырсың. Шын мәнісінде мына кейінгі кезде әлеуметтік желіде, оның ішінде баспасөз бар, өте үлкен көтеріліп жатқан мәселе. Соған байланысты мен енді тарихшы маман болғаннан кейін сол тікелей архивпен жұмыс істеп, сол қайраткерлердің жаңағы жұмыстарымен танысып жүргеннен кейін мен осы жақында ғана осы 2023 жылы ұлт зиялыларын қаралау, дақпырт пен шындық деп аталатын Қазақ газетінде мақала жаздым. Осы мақалада тура өзің қойып отырған мен сұрақтарды көтердім. Менің жүрегімді ауыртатыны сол жаңағы беріліп жатқан хабарлардағы көпшілігінің шындыққа сәйкес келмейтіндігі. Сыртынан жаңағы біреуден біреу естіген, бірдеңелерін жаңағы жазып сөйтіп жүрген. Бұл деген үлкен қасірет және сол қайраткерлердің алдында үлкен күнә болып табылады. Соны жазып жүрген адамдар, айтып жүрген адамдар осы мәселені сезіну керек. Ал енді осы қаншалықты рас деген мәселеге келетін болсам, турасын айтайын. Сол кездегі 37-38 жылдардағы репрессияға ұшыраған қазақ қайраткерлерін шын мәнісінде мен айтар едім 3 категорияға бөлу алар едім. Бірінші категория. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Елдес Омаров, Ыдырыс Мұстамбайұлы сияқты қайраткерлер 37-38 жылдары тергеудің кезінде өздеріне тағылған саяси айыптар бар ғой, жаңағы контрреволюциялық ұйым құрды, Ресейден Қазақстан бөліп әкетпекші болды, анау-мынау деген сияқты өздеріне тағылған айыптардың бірде-біреуін мойындамаған. Қанша азаптаса да, тергесе де, арандатса да, жалған саяси жала жапса да мойындамаған. Ал енді соның осыларды көре тұра, біле тұра, қазақ зиялыларының барлығы сатқын болды деп қалай сен айтасың? Бұл деген үлкен күнә ғой. Бұл бірінші мәселе. Екінші категорияны айтайын. Бұл енді Сәкен Сейфуллин, Нығмет Нұрмахов, басқа да көптеген қайраткерлер бар. Бұл кісілердің де тергеу материалдарымен қарап шықтым. НКВД-ның жендеттері қанша азаптаған ғой, енді барлық нелер бар. Сонда ол кісілер алдын ала тергеу барысында мойындаған, турасын айтқанда мойындатқан деп айтайықшы, мойындатқан, неше түрлі қорқытып, ұрып, соғып, неше бір азаптың несін көрген ғой. Тергеу барысында мойындаған, бірақ тергеуден кейін біз сот болатын білеміз ғой. Сол сотта оған дейінгі берген жауаптарынан мүлде бас тартқан. Неге сіз олай дедіңіз дегенде айтады, ашық түрде айтады, мені ұрды, соқты, тамақ бермей, азаптады, қинады, сондықтан осындай айтуға мен мәжбүр болдым дейді. Бірақ дегенмен де сотта жаңағы көлденең біреулердің жаңағы сырттан арыз беруінен басына байлап, және тілге тиек етіп, оларды 37 жыл атып жіберген. Ал енді үшінші нелер бар. Жаңағы көптеген қайраткерлер бар, Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, енді айта берсе кетеді. Олар тергеу барысында да, соттың кезінде де, мен кемшілік жібердім, осындай деп мойындаған, турасын айтқанда мойындатқан. Міне қазақ қайраткерлерінің несін үш неге бөліп алуға болады. Сонымен қатар енді шындықты да айтуға тиістіміз. Кезінде мен пролетариат жазушымын, біздің заманымыз туды, мыналар байдың ұрпақтары үйтті, бүйтті деп сыртынан арыз жазып, неше түрлі жала жауып сатқан қайраткерлерде болған.
егерде жастарға қажет десе, мен оның даже ол кісілердің фамилиясын да айтып бере аламын. Және мен ол фамилияларды біреуден естіген басқаны емес, тікелей архивтағы сол кісілердің жазған нақты фактілерінен мен ол кісілерді таныстым, көрдім. Репрессия және аштық құрбандары туралы архив құжаттары қайда сақталуда? Тарихшылар Мәскеуге қол созуда ма қазіргі таңда? Жоқ, негізі енді ол кезде Астана, Алматы болғаны сіздер білесіздер. Менде осы ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына байланысты осы таңдағы атқарылып жатқан үлкен жұмыс. Мынау 1920 жылы мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі комиссия құруды тапсырды. Президенттің тапсырмасы бойынша комиссия құрылды. 21 жылдан бастап сол комиссия қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Мемлекеттік деңгейде, республикалық деңгейде және қалалық облыстық деңгейде. Биыл істеп жатқан 3-ші жыл. Сондағы президенттің тапсырған мәселесі осы саяси қуғын-сүргіндеріне байланысты толық құпияларды ашу. Бұрын президенттік архивке мен сияқты тарихшыларды, басқаларды жібермейтін. Өйткені құпия. Сөйтіп, Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивіне біз кіре алмадық. Облыстардағы сондай архивтерге біз кіре алмадық. Енді тікелей президенттің жарлығы бойынша бізді арнайы комиссияның мүшелерін сол архивтерге жіберді. Сол архивтерге кіріп танысып жатырмыз. Мақсат осы уақытқа дейін айыпталған саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды түгел зерттеп, қарап, кінәсі жоқ болса толық ақтау. Және осы жұмыстың жалғасы ретінде бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивтері осы Алматы қаласында, Ақтөбеде, Қарағандыда болған болса, қазіргі таңда соның барлығы осы Алматы қаласындағы президент архиві деген болатын. Сода арнайы бір бөлім ашылып, бүкіл осы уақытқа дейінгі құпия болып келген құжаттар сол жерге жиналып жатыр. Комиссия өзінің жұмысын аяқталғаннан кейін ақтайтындығын ақтап, ақталмайтындығын жаңағы не қылып, енді одан кейін жаңағы көпшіліктің сұрауы бойынша кіруіне, танысуына болатындай қылып дайындап жатыр. Құдайға шүкір, жұмыс жалғасуда. Енді мынау репрессия құрбандары тарих алдында өз бағасын әділ алды деп ойлайсыз ба? Мысалы, тарих бұрмаланған жоқ па? Алды. Біраз мәселелер тарихта ашылды. Құдайға шүкір, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аузымызды қу шөппен сүрте бермейік. Соның нәтижесінде ғой осы қайраткерлердің, қаншама қайраткерлердің жұмыстары жарыққа шықты, өздері де ақталды деген сияқты. Дегенмен де алдымызда үлкен жұмыстар тұр. Әлі архивте ақталмаған қайраткерлер бар. Енді тарих деген мәселе өте қиын мәселе ғой. Бір ғана мысал ретінде айта кетейін, неге ақталмай жатыр, нендей қиындықтарды бар деген мәселеде, мысалы бүкіл республика халқы біледі, 1919 жылы халық батыры Амангелді Иманов өлтірілген. Амангелді Имановтың батырдың өлтірілуіне тікелей Алаш қайраткерлер айыпталды. Көптеген Алаштың қайраткерлері әлі күнге дейін осы Амангелді Имановтың өліміне қатысы бар деген жалған жаламен істері ашылмаған күйінде әлі жатыр. Сондықтан мен жақында осы баспасөз бетінде Сәлімгерей Қаратілеуов туралы жаздым. Бұл нағыз Алаштың қайраткері. Оған да тағылған айып сол Мұстафа Шоқаймен байланыста болдың, шетелдегі тікелей Амангелді Имановтың өліміне қатысы болдың деген. Сонда мәселені қарап, зерттеп қарасам, ол кісінің Амангелді Имановтың өліміне ешқандай да қатысы жоқ. Бірақ сондай жала тағылып кеткен, іс көтерілмей сол күйде жатып қалған. Сондықтан осы баспасөз бетіндегі мен айтқан ұсынысым, ақтау керек осындай қайраткерлерді. Бүкіл бізде ақталмаған мәселе қалмау керек. Енді баяғы кеңестік одақ деген жоқ қой. Одақ жоқ. Ол не кетті. Сондықтан жалпы мен ойлаймын, қылмысы болмаған болса, бүкіл Алаш қайраткерлерін ақтауымыз керек. Енді осы жазықсыз атылған ұлт зиялыларының ұрпақтары неге бүгінгі таңда өз ата-бабаларын дәріптей алмай отыр? Өте күрделі мәселе. Бұл қайраткерлердің ұрпақтарының шеккен азабын, тартқан азабын басқалардың басына бермей-ақ қойсын.
Мысалы кезінде Сталиннің, Совет елін басқарған Сталиннің айтқаны бар, әкесі үшін баласы жауап бермейді деген. Бірақ шын мәнісінде ол қағаз жүзінде сол күйде қалып қойған мәселе. Сырт былай айтылған, іс жүзінде олардың әйелдері де, балдары да, барлығы да өте қатты азапты көрді. Бір ғана мысал айтайын, Қазақстанда өзіміздің қазіргі Астананың жанында Алжир деген лагерь болған. Ол лагерьде жаңағы халық жауы деп айыпталып кеткен қайраткерлердің бүкіл әйелдері сонда ұсталған. Өздерінің әйелдерін сонда ұстаған, олардың балдарын біреуін Қарағандыдағы неге балабақшаға, біреуін жаңағы Шымкенттегі балабақшаға жан-жаққа тентіретіп жіберген. Олар керек десеңіздер, өздерінің кім екендігін де көпшілігі ұмытып қалған да жағдайлар бар. Өйткені кішкентай болды ғой кезінде. Қандай қасірет. Көпшілік алаш қайраткерлерінің жаңағы ұрпақтары жаңағы дағыдай азаптау, айдаудан кейін. Енді қараңыздар, анасын түрмеге тоғытып жіберді, үйін тартып алды, өздерін көшеге қаңғытып жіберді. Сондай жағдайлар көпшілігі ерте қайтыс болып кеткен. Ал енді кейбіреулері бір туыстарының, басқаларының көмегі арқылы Қазақстанды тастап, басқа көрші республикаларға, Өзбекстанға, Ресейге амал жоқ қоныс аударып кетуге мәжбүр болған. Керек десеңіздер, тегін де жасырған. Міне осындай ауыр қасіреттерден кейін көпшілігі өздерінің ана тілінде басқасын ұмытып қалды. Дегенмен де өзінің ата-бабаларын дәріптеп, мүмкін қадірінше жаңағы Құран бағыштап жүрген апаларымыз да бар. Олардың да жасы үлкен, үлкейді, қайтыс болып кеткендері де бар. Мысалы қазіргі таңда осы Алматы қаласында Ахмет Байтұрсынұлының шөбересі Айман апай тұрады. Оның өзі жасы қазір 90-ға кеп қалды. Міржақып Дулат атамыздың, қайраткердің, Гүлнар апамыз шырылдаудай-ақ, көтерудей-ақ көтеріп, осы сол 90 жылдардан кейін қайтыс болып кетті. Яғни бұлардың тағдыры адам баласының басына бермесін. Бүгінгі ұрпақтың осындай тарихты оқып отырғандағы мәселесі айналып келгенде тәуелсіздікке барып тіреледі ғой. Тәуелсіз болмасаң көрген күнің жаңағыдай. Сондықтан осы тәуелсіздікті біз қадірлеп, қастерлеп, осы тәуелсіздіктің еш уақытта біз айырылып қалмас үшін студенттер болсын, біз болсын, барлығын бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Көпшіліктің көкейінде жүрген тағы бір сұрақ бар да, мына кейінгі кезде әлеуметтік желі болсын, баспасөз бетінде алаш зиялылары 1937-38 жылдары атылмапты дейді. Көпшілігі 50-ші жылдары түрмеде қайтыс болыпты деген әңгіме жиі айтылып жүр. Мәселен, Мағжан Жұмабаев атамыз туралы дегендей, осы мәселе жөнінде айтып өтсеңіз. Өте орынды мәселе, орынды сұрақ. Көптің көкейінде жүрген сұрақ. Шын мәнісінде енді барлығы тарихшы емес қой. Тарихшы болмаған екен, шын мәнісінде осының ағы қайсы, қарасы қайсы, шындығы қайсы, бұрысы қайсы екенін білгісі келеді. Осы мәселеге байланысты мен біраз көп іздендім. Мен сіздерге бір төр көрсете кетейін. Мысалы, мында Құда қаласа осы жақында ғана баспадан жарық көреді Ыдырыс Мұстамбайұлы деген қайраткер. Қай баспадан жарық көреді? Өзіміздің университеттің баспасынан, Қазақ ұлттық политикалық университеттің баспасынан жарық көреді. Таңдай Кенеев атындағы. Бұл нағыз ұлтжанды қайраткер. Қазақтың тілі үшін, қазақтың жері үшін күрескен қайраткер. Мен бұны сіздерге арнайы көрсетіп отырғандағы мақсатым, тура осы қайраткерде 37-ші жылы 15-ші қарашада атылған. Бірақ туыстарына берген қағазда 37-ші жылы атылған жоқ. 43-ші жылы ақпан айында түрмеде жұмыс істеп жүрген жерінде өкпе ауруынан қайтыс болды деген қағаз берген. Қанша уақыт аралығы? Сол сияқты жаңа Мағжан Жұмабаевқа да, басқа да. Енді осы мәселе қаншалықты рәс, шын мәнісінде осы қайраткер тұлға қай кезде қайтыс болған деген мәселені архивке барған кезде мен мұқият неғылдым, зерттеп қарастырдым. Сонда, мысалы, қазір мен сіздерге көрсетемін. Мен мынау кімнің, осы Ыдырыс Мұстамбайұлы қайраткердің ұрпақтарының қолынан тікелей алған құжат бар. Сол құжатты жаңа көрсетеді. 1900 дейді, 43-ші жылы қайтыс болған дейді. Так, сол сөйтіп зерттеп қарасам, шын мәнісінде ол құжат жалған болып шықты.
ыдырыс мұстамбайұлы 1937 жылы 15 неде қарашада шын мәнісінде атылып кеткен. Ал енді мына құжат қайдан шықты деген мәселеге келетін болсақ, 1900 жерін таппай қойдым ғой. Қазір не қыламыз? 37 жылы 57 жылы Хрущевтің жылымығы кезінде бұл қайраткерлер біраз ақталды ғой. Сол ақталған кезде бұлардың ұрпақтары жоғарғы сотқа, прокуратураға, партия өкіметтеріне хат жазып, өздерінің ата-бабаларының қай жерде жерленгендігін іздеген. Сол кездегі НКВД-ның, кейінгі КГБ-ның жаңағы нелері, басшы ұйымдары өздерінің 37-38 жылдардағы арсыз қылықтарын, қылмыстарын жасыру үшін бұлардың артынан іздеп келген туыстарына жалған құжаттар берген. 37-38 жылдар ол атылған жоқ. Олар жаңағы түрмеде жұмыс істеп жүрген кезде осындай аурудан қайтыс болды деген сияқты жалған құжаттар берген. Мен осыған толық анық көзім жетті. Және бір мысал ретінде айтайын, Ақмарал. Қазіргі мынау көпшілік қауымның есінде бұл Мағжан Жұмабаев атамызға байланысты. Сонда былай дейді: бірінші, біздің батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы қиыр шығыста әскери қызметте жүрген кезде соғыстан кейін бір вокзалда бір қазақпен кездесіпті. Сен қазақпысың ба деп сұрапты дейді. Иә, қазақпын. Аты жөніңіз кім дегенде сен білмейсің ғой. Мен Мағжан Жұмабаев деген боламын деген кезде Бауыржан Момышұлы неге білмеймін қазақтың ақынын деп Мағжан Жұмабаевтың бір ауыз өлеңін оқып беріпті. Онда біледі екенсің ғой деген екен дейді. Сөйтіп Бауыржан Момышұлы атамыз Мағжан Жұмабаевпен кездесіпті дейді. Содан Бауыржан Момышұлы атамыз түрменің бастығына, мына қазақ деген бұл қазақтың үлкен қайраткерлерінің бірі, жақсылап қараңыздар, ауыр жұмысқа салмаңыздар деп тапсырма беріпті дейді. Содан біраз уақыт өткеннен кейін сол қиыр шығыстағы үлкен жиналыста Бауыржан Момышұлы жаңа түрменің бастығымен тағы да кездесіп қап, кездескен кезде жаңа түрменің бастығы айтты дейді: сіздің тапсырмаңызды орындай алмадым. Сіздің тапсырмаңыз бойынша жаңағы қазаққа бір жеңіл жұмыс беріп едім. Бізде көктемде су қатты тасиды. Поштаның жұмысы ғой енді. Қайықпен ары өтіп, бері өтіп жүрген кезде, пошта тасып жүрген кезде қайық аударылып кетіп, қайтыс болыпты деп сөйтіп айтты дейді. Бұл Мағжан атамызға байланысты бір версия. Екінші версия, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Абдырахман Абдуллаев деген кісі, мен дейді Карелияда Мағжан Жұмабаевпен түрмеде бірге болдым. Бірге отырдым, бірге өзім жерледім деп осы Қазақстанның көрсетемін соны деп Қазақстаннан бір топ делегация құрылып, сол делегация сол жаққа барды ғой. Бірақ өкінішке орай оны таба алмады. Сосын жаңа құжаттарды іздестіріп қараған кезде шын мәнісінде ол жаңағы сол түрмеде Мағжан Жұмабаевтың отырғаны жөнінде ешқандай құжат болмай шықты. Бірақ ұқсас фамилиялар бар екен. Осы екі мәселенің өзі көрсетіп тұр, бұл жалпы халықтың арасында жүрген алып қашпа әңгіме екендігін. Ал шын мәнісінде тарихты үңіліп, архив құжаттарына үңіліп қарасаңыз, олардың барлығы да 1937-38 жылдарда атылған. Сондықтан осындай алып қашпа әңгімелерге біз нүкте қоюымыз керек. Енді мен мына жерде тағы бір кітабыңызды көріп отырмын. Мына кітап қай жылы жазылған болды? Ерлік пен қасірет деп аталатын бұл кітап 2022 жыл шықты. Бұл жерде тура осы 37-38 жылдардағы репрессияға ұшыраған біздің қайраткерлеріміз, көптеген қайраткерлер бар, халық білмейтін, мысалы Алиасқар Әлібеков деген жаңағы кім бар, Сәлімгерей Қаратілеу, көптеген қайраткерлер бар. Менің мақсатым сол архивте шаң басып жатқан Алаштың ардақтыларын зерттеу, ашу, көрсету, халыққа таныстыру. Өйткені оларға тағылған айыптардың барлығы негізсіз айыптар. Францияда жүрген Мұстафа Шоқаймен байланыстырып қояды. Олардың арасында ешқандай байланыс жоқ. Әйтеуір қайтсе де бір кінә тағып ату ғой бұлардың мақсаты. Сөйтіп жаңағы сотсыз, тергеусіз көпшілігін атып жіберген. Сондықтан қазақтың ұлт тілі үшін, ел үшін, жер үшін күрескен қайраткерлер
дін кесімі ақталып халқына таныстырылуы тиіс. Сол салада жұмыс жасап жатырмыз. Әңгімемізді қорытындылай келе, ұрпақ санасына өткен дәуір тарихын жаңарту, халық зиялыларын, яғни мынау жауһарларымызды жадымыздан бір сәтте шығармау баршамыздың ұлт алдындағы азаматтық парызымыз ғой. Өте дұрыс. Бұл кісілерді біз ешқашан ұмытпақ емеспіз, олардың алдында біз қарыздармыз. Сұхбатымызды қорытындылай келе, Досал аға, ұстаздық еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Салиқалы сұхбатыңызға көп рахмет. Өздеріңізге рахмет.